адам өзі жылына бір рет, болмаса 2 рет тексерістен өсіп тұру керек қой. Өзім Стамбулға осы 3-ші рет келіп жатырмын. Өзіме ұнайды. Осы жақтың жаңағы условиясы, адамды қарауы, жайлылығы. Біз енді жолда көп жүреміз, режим жоқ, жүрек, асқазан деген жақтарды сәл мазалағаннан кейін келіп, толықтай тексерістен өткен болатынбыз. Былай айтқан кезде сервис дейді ғой, түріктердің сервисі өте жақсы дамыған. Тек қана тексеріс емес, тек қана чекап емес. Келгеннен кейін өздерінің тарихи орындарын, Стамбулдың, Ататүріктің кезіндегі Турцияның қалай құрылған, сондай бір керемет тарихи жерлерге, ескі мешіттерге, Ая София, Сұлтан Ахмет деген жерлерге барып, аралап, тарихпен танысып, сөйтіп кішкене бір Түркияның жеріне көз жүгіртіп дегендей әдемі сезімдерімізбен бөлісіп, сосын тексеріске келдік. Оның өзі бір өзіңді дайындау, іштей бір керемет көңіл күймен келіп, чекаптан өтіп, кез келген жаңалыққа дайын болады екенсің. Бірінші күні қаннан бастадық, қан тапсырдық, одан кейін жаңағы флюорография дейді ғой, рентгенге түстік. Өзіңнің қай жерің ауырады, кімге қараласың деген сияқты, терапевт керек па, травматолог керек па, кардиолог керек па, лор керек па деген сияқты. Өзімізге, денемізде, мысалы, өзімізді не мазалайды, сол бойынша врачтарға жазылып, кеше бүгін асқазанымызды барлығын тексертіп, результатын алып, дәрі-дәрмектерін жазып берді. Сонымен осындай керемет көңіл күймен елге қайтатын болып отырмыз. Толықтай тексерістен өту үшін Медисат парақшасы бар, тіркеліп қойыңыздар. Сатчан бауырымыз бар, хабарласып, осы Түркия еліне келіп, Стамбулға келіп, тексерістен өтіп тұрыңыздар.